Бәрін достар, сіздермен қазақша шахмат каналы. Және де бүгін сіздерге қалай өздерінің стратегияларын күшейту керек екенін айтатын боламын. Бірінші, өздеріңіз развитие жасауларыңыз үшін сіздер дамып алуыңыз керек. Және де сіздер осы король жаққа немесе уәзір жақтағы пешкені жылжытасыздар. Көбінесе корольға 2 қадамға жылжыту көп нәрсе кездеседі, және де бұл жақта сіздер тез дамисыздар. Ал егер де 1 қадам жүрсеңіздер, онда бұл жабық позиция болады. Және де сіздер уәзірге де 2 қадам жүре аласыздар. Бірақ 1 қадам жүру жаман ой. Оны егер де 1 қадам жүргенде мықты дебют немесе гамбит білмесеңіздер, ойнай алмайсыздар. Және де уже пешкамен шыққан соң сіздерге ең бірінші өздеріңіздің пілдеріңіз бен аттарыңызды шығарып ауыс түйіс жасау керексіздер. Және де ауыс түйісті көбінесе қысқа жаққа жасаған оңайырақ. Себебі шахматты егер де ұзын жаққа жасауыңыз керек болса, ол жақта ферзьді шығару керек болады, пілді шығару керек болады, және де атты шығару керек болады. Және де ең бастапқы уақыттарда сіздер жеңіл фигураларыңызды айырбастамаңыздар. Себебі жеңіл фигуралар басында ширақ, ал одан кейін уже ортасында және басында ширақ, одан кейін соңғы жақтарында оларды айырбастауға болады. Және де сіздерді стратегия болу үшін каждый соперниктің ходын бақылап, анализировать етіп, егер де сіз басқа да ход жүрсеңіз қалай болады екенін анализировать ету керексіздер. Және де көп уақытты кетіруге болмайды, және де көп уақыт кетіруге болмайды, және де аз ойлануға да болмайды. Орташа болу керек бәрі нормада. Себебі егер де сіздер уақыт ойнамасаңыздар, қанша ойнасаңдарыңызды өздеріңіз білесіздер. Ал егер де уақыт шектеулі болса, онда сіздерге орташа ойлану керек, көп демес, аз демес. Және де ең бірінші корольді безопасный местоға апару керек. Және де көбінесе уәзірді ең басында кейбір адамдар шығарады, детский мат жасайын деп ойлама, кейбір новичоктар осылай шығарады да. Бірақ бұл қате. Неге екенін айтайын, себебі сіздер ең басында ауыр фигураны жіберсеңіздер, онда сіздің ауыр фигураңызды нападать етіп алып қоюы мүмкін. Және жаман позицияда аласыз, және де ауыр фигураңызды жоғалтасыз. И сізде развитие жоқ. Бірінші жеңіл фигураларды жүру керек. Және де бұл өз ел сияқты ғой, мысалы, ақ пен қара. Себебі бұлар негізі хандар ойнайтынын айтып едім. Естеріңізде болса бір видеоларында. Неге хандар ойнаған? Себебі елді басқару керек қой. Ал бұл кішігірім елді басқару ойыны болып табылады да. Сол үшін хандар осындай ойындарды ойнаған. Қазір оның бәр уақыттары ойнай береді. Және де егер де ұтқыларыңыз келсе соперникті, сіздер өте мықты ойлап, ақылды болуларыңыз керек. Және бұл да сіздерді ақылды құруға көмектеседі. Және де егер де бастық, және де жоғары орында тұрғыларыңыз келсе, егер де миларыңыз көп жұмыс істеп, мықты жұмыс істеп, көп нәрсені есіңізде қалу үшін сіздер шахматты жиі ойнап тұру керексіздер. Шахмат үйірмелеріне барулар керек. Немесе біз сияқты ютубер шахматистерді көріп тұруларыңыз керек. Осындай түрлі біз айтқан кеңестерді істеу керексіздер. Және де ал енді мен ақтарға айтып болдым.
Енді қараварға көшеміз. Қараварда негізі жабық позициямен айырбастау наоборот оңай. Себебі ақтарға ол не выгодно, яғни тиімді емес. Себебі олар ұтуға шанс көп, ақтар бірінші бастаған үшін. Ал қараварда ұтуға аз, сол үшін олар ничьяға тартып, немесе айырбастап көп фигураны істеуі мүмкін. Ал егер де сіздер аққа ойнамасаңыздар, айырбастамаңыздар, қараварға болса айырбастаңыздар. Бірақ та енді ладьяны пешкаға айырбастамай, өзінің мысалы коньді конға, слонды слонға, ферзьді ферзьға айырбастаған сияқты. Және де сіздер жабық позиция ойнау керексіздер. Себебі сіздерде ақтар больше шансов сіздерді ашық позицияда ұстауға. Сол үшін ал жабықта ақтар қатты ойнай алмайды. Ол қаравардың позициясында мықты ойналады да. Сол үшін қараварда көбінесе жабық, мысалы жабық позиция ойнау керек та. Ал ақтарға наоборот ашық. Ақтардың себебі мүмкіндіктері көп, оны ограничить етуге болмайды ақтардың мүмкіндіктерін. Ал қаравардікі наоборот олардың мүмкіндігі аз, сол үшін оларды жабық позициямен қорғау керек та қараварды. Себебі ал неге негізі ақтар мен қаравар бірдей сияқты, бірақ та неге ақтарда больше шанс деген сұрақ келсе, себебі ақтар бірінші бастайды, олар тез развиваться етіп үлгереді. Және де мен сіздерге неге больше развиваться етеді да, сол үшін ақтарда больше шанс. Ал қаравар кейін бастаған соң оның развитиясында бір қадам артқа тұрады. Сол үшін жабық позицияда қорғанып ойнап отыру қараварға тиімдірек та. Және де қараварға да бірінші жабық позицияны алу керек, сосын жабық позициядан кейін кішкене шығарып, одан кейін рокировкаға тағы жабықтап алу керек. Бірінші мысалға бағана мен айттым ғой ақтарға мысалы бұл жақта жабық көп фигураны жауып, қорғанып отыру керек та. И сосын даже ашық позиция ойнасаңыздар да тез слон және атты шығарып рокировкада отыруларыңыз керек, егер де ашық позицияны қойып қойсаңыздар, чтобы ұтылып қалмау үшін. Ал егер де сіздерде жабық позиция болса, онда жабық позициядан ничьяға немесе айырбасқа тартасыздар. Ал егер де мүмкіндік болса, онда жеңіске алып кетесіздер. Және осындай стратегиялық не бар. Екі жаққа да мен сіздерге айттым. Көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Сіздермен болған қазақша шахмат каналы. Бәріңізге сау болыңыздар. Кездескенше.